Саламатсыздар ма, білмеушілер. Сіздің назарыңызға дәріс жеті берілген арамшөптерге қарсы химиялық күрес шараларын жасақтау немесе гербицидтерді таңдау, олардың дозалары мен жұмсалу мөлшерін есептеу және тағы басқалары. Жоспар бойынша сұрақтар: арамшөптерге қарсы күрес шаралары, арамшөптермен күресудің химиялық негізі. Үшінші, себу алдында қолданылатын химиялық препараттар түрлері. Арамшөптерге қарсы күрес шаралары. Арамшөптер әр жерде ойдым-ойдым болып шоғырланып өсіп тұрса, немесе егістіктері жалпы өсімдік санының 4-тен 1 бөлігін артық болмаса, бұл екі бал болып саналады. Егістік жерде арамшөптерін көп дегенмен сан жағынан ауыл шаруашылық дақылдарының санынан кем немесе оларға тең болғанда 3 бал қойылады. Арамшөптер тым көп, яғни мәдени өсімдіктердің сан жағынан басым болып келгенде, оларды 4 бал деп есептейді. Мысалы, оңтүстік шығыс ауыл шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының ғалымдары көзбен мөлшерлеу әдісіне кейбір толықтырулар енгізді. Олардың пікірі бойынша, егер әрбір шаршы метр жерде 10-нан 50-ге дейін арамшөптер сабағы болып, оның құрғақ салмағы 2-ден 15 граммға жетсе, бұны академик Мальцевтің шкаласындағы 1 бал қойды. Ал 50 мен 200 арамшөп сабағы кездесіп, олардың құрғақ салмағы 15-70 грамм аралығында болғанда 2 бал деп қойылды. Ал 3 балға әрбір шаршы метр жерде 200-600 арамшөп сабағы және 70-200 аралығы грамм құрғақ салмақ бар деректер сәйкес келеді. Егер арамшөп сабағының саны 500-ден 2000-ға дейін жетіп, олардың салмағы 200-800 грамм болған жерлерде 4 бал деп есепке алынады. Көзбен мөлшерлеу әдісінің онша дәлдігі болмаса да, оңайлы үшін ауыл шаруашылық және орта шаруашылықтарында пайдалануға ыңғайлы. Бұл әдіспен арамшөптердің түрлері туралы толық мәліметті тек бүкіл жаз бойы жүргізгенде ғана алуға болады. Өйткені көктемде, жазда және күзде арамшөптердің түрлері ауысып тұрады. Арамшөптерді мәдени өсімдіктердің өсіп даму фазасына сәйкестендіріп, арамшөптердің түрлері ауысып тұрады. Арамшөптерді мәдени өсімдіктердің өсіп даму фазасына сәйкестендіріп, есепке алу жөн болып келеді. Мысалы, дәнді дақылдардың түтіктену, гүлдену және қамырланып пісену кезеңдерінде арамшөптерді есепке алуға болады. Егер арамшөптерді химиялық шаралар арқылы жоятын болса, оларға қарсы гербицидтерді пайдалану алдында жанамалы гербицидтерді қолданғаннан кейін 7-10 күннен кейін және 20-30 күн өткен соң есепке алған жөн. Ауыл шаруашылық өндірісінде арамшөптерді үздіксіз есепке алып және
оларды есептеуді белгілі бір мезгілде байланыстырған жөн. Бірінші рет есепке алудың ең қолайлы мерзімі төрткүл жапырақшалы қос жарнақты арамшөптердің гүлдеу кезі болып келеді. Ұсақ гүлді арамшөптер гүлдеген кезде оларды екінші рет қосымша есепке бірінші рет тек көктей бастаған арамшөптер өсіп жетілгендіктен оларды да есепке алуға болады. Міне осылай жаз бойына 2 рет есеп жүргізгенде егіс алқабындағы арамшөптерді тегіс қамтып, олардың саны туралы толық мәлімет ала алады. Аз жылдық арамшөптердің топырақтағы тұқымдарын жоюдың екінші тәсілі олардың топырақтағы терең қабатында олардың сіңіруі болып келеді. Бұл тәсіл арамшөптердің биологиялық ерекшелігіне негізделген, өйткені көптеген арамшөп тұқымдары жердің беткі қабатынан жақсы көктеп шығады, сондықтан оларды сүдігер жырту арқылы терең сіңіруге мүмкіндік береді. Сіңіруіне. Арамшөптермен алдын ала күресу, олардың топырақтағы тұқымдарын мен вегетативтік мүшелерін жою шаралары жүзеге асырылғаннан өзінде көктем шығысы мен танаптарда арамшөп пайдалы бола бастайды. Себебі бұл міндет соларды жою болып келеді. Көктемдегі егіс алдында топырақты өңдеу жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Әсіресе егін себудің дәл алдында жүргізілген топырақ өңдеу жүйесі көктеп шыққан арамшөптерді жоюда ең тиімді агротехникалық шара деп есептейді қолданған. Оны Қызылорда облысында мысалы жүргізілген тәжірибе дәлелдейді. Мысалы, күріш себуден 2-3 апта бұрын танаптағы культивациялау алдында әр шаршы метр жерде 24 дана мысық құйрық арамшөбі болып, күріштің өнімі 49,4 центнер гектарына болса, ал егін себуге 2 күн қалғанда осыған сәйкес 7 арамшөп болып, мысалы күріштің түсімін 56,9 центнер гектарына жеткен. Егін сепкенге дейін көктеп шықпаған арамшөптер топырақтағы вегетация кезінде ластайды. Сондықтан егін сепкеннен кейін танапты тырмалау, әсіресе отамалы дақылдардың қатар аралығын культивациялау ерекше орын алады. Арамшөптермен күресудің тиімді әдістерінің бірі ауыспалы егіс болып саналады. Әсіресе бұл республиканың солтүстік облыстарында кеңінен қолданылатын дәнді парлы ауыспалы егістіктерді жақсы жүзеге асырылады. Себебі онда әр танап 2-3 жылда бір рет парға қалдырылады, ал таза парды бірнеше өңдеу арқылы танапты арамшөптерден тазартуға мүмкіндігі өте зор болады. Бұған Қазақтың астық шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының көпжылдық тәжірибесі дәлел бола алады. Мысалы, Шрамконың деректері бойынша таза парға себілген жаздық бидай егісінің 1 шаршы метрінде 40,9 арамшөп болса, ал арпадан кейін себілген егісте
60,9 және 69,9 түп, ал жаздық бидайдың бірегей егісінде 108,9 түп арамшөп өшкенін дәлелдейді. Арамшөптермен күресу химиялық шараның негізі болып саналады. Ол гербицидтер қолдану арқылы жүзеге асырылады. Қазақстанда гербицидтерді егістеріндегі арамшөптерді құрту үшін бірінші рет 1954 жылы пайдаланған. Сол жылы гербицид 1300 гектар егіс алқабында, ал 1964 жылы 13 миллион гектардан астам егіс көлемінде қолданылды. Бірақ та кейінгі жылдары әртүрлі себептерге байланысты гербицид қолданылатын егіс көлемі азайып кетті. Мұның өзі егістердің арамшөптермен қатты ластануына әкеліп соқтыратын айтылды. Арамшөптерге қарсы қолданылатын гербицидтердің түрлері өте көп, сондықтан оларды жіктеуге тура келеді. Гербицидтер өсімдіктерді зақымдайтын әсеріне қарай екі топқа бөлінеді. Біріншісі жаппай әсер ететін, ал екіншісі тағамды әсер етуші гербицидтер. Жаппай әсер ететін гербицидтер барлық өсімдік түрлерін жояды, сондықтан оларды мәдени дақылдардан бос жерлерде, яғни таза парларда, автомобиль және теміржол тараптарының жиектерінде, су жүретін каналдардың жағалауында және тағы басқа жерлерде қолданылады. Бақылау сұрақтар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар.